болашақта жер қызып кетуден сақтайтын қабаты будақ бұлттары жоқ кетуі мүмкін. Егер мұндай жағдай орын алса, климаттық апат сөзсіз болады. Күнделікті өмірде бұл бұлттарға аса мән беріп қарамаймыз. Калифорния технологиялық институтының ғалымдарының зерттеуі бойынша атмосферадағы көмір қышқыл газының концентрациясының ұлғаюы дүниежүзілік мұхиттың айтарлықтай бөлігін күн сәулесінен қорғайтын қабатты будақ бұлттарының жойылып кетуіне қауіп төндіреді. Атмосферадағы көмір қышқыл газының қазіргі деңгейі шамамен 1 миллионға 410 бөлікті құрайды. Бұл көрсеткіш 1200-ге жеткенде будақты бұлттардың бірігуіне мүмкіндік бермей ыдыратып жібереді. Математикалық есептеулер көрсеткендей, мұның салдарынан бүкіл әлем бойынша орташа температура шамамен 8 градусқа дейін көтеріледі. Және бұл ең күшті табиғи апаттар ғана емес, жануарлар мен өсімдіктің жаппай қырылу қаупі туындауы мүмкін. Дүниежүзілік мұхиттың экваторға жақын аудандары джакузи деңгейіне дейін жылынады. Антарктиканың мұз қабаты толығымен еріп, мұхит деңгейлері бірнеше метрге көтеріледі. Нәтижесінде көптеген жағалаулар су астында қалуы мүмкін. Құрлықтағы жануарлардың көбісі солтүстікке қарай көше бастайды. Көп жерлерде құрғақшылық болады. Әрине, мұндай жағдай жақын болашақта болмау үшін технологиялық жетістіктер жеткілікті. Бірақ мүлдем болмайды деп кесіп айта алмаймыз дейді ғалымдар. Әрине, мұның барлығы бір Алланың қалауымен болады. Достар, егер видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.